Ассаляму алейкум, бүгін біз рассольник дайындаймыз. Және мен арпа жармасын тез дайындау әдісін көрсетемін. Үлкен кастрюль алып, оған су құямыз. Жуылған арпаны салыңыз. Менде 800 грамм. Оны ең үлкен отқа қойып, қайнағанға дейін жеткіземіз. Қайнағаннан кейін 5 минут жоғары отта пісіріңіз. Содан кейін ішіндегі суды төгеміз. Кастрюльге қайтадан суық су құю керек. Тағы да жоғары отта 5 минут пісіреміз. Суды төгіп жібереміз де арпа дайын. Қараңызшы, ол толығымен дайындалды. Енді сорпаға қажетті мөлшерді алыңыз. Қалғанын пакеттерге порциямен салып, мұздатқышта сақтауға болады. Енді ет пісіруге болады. Бұл жолы мен тауықты қолдандым. Тұз салып, дайын болғанға дейін пісіреміз. Басқа қазан алып, өсімдік майын қойыңыз. Оны қыздыру керек. 100 грамм ұсақ туралған пияз салыңыз, кішкене қуырыңыз. Әрі қарай 100 грамм кішкентай текшелерге кесілген сәбіз және 100 грамм тәтті бұрыш қосыңыз. Араластырыңыз. Содан кейін 200 грамм майдалап туралған тұздалған қияр саламыз. Және бір ас қасық томат пастасын қосамыз. Араластырыңыз. Тауық сорпасынан бір кесе құямыз. Төмен отта 20 минут пісіреміз. Ең соңында 300 грамм картоп және дайын арпаны қосыңыз. Сорпаны кастрюльдің жартысына құйыңыз. Содан кейін қиярдың рассолын құйыңыз. Қақпақты жауып, картоп дайын болғанша орташа отта пісіріңіз. Рассольник сорпамыз дайын. Ет пен көк саламыз. Өте дәмді сорпа шықты. Аздап қышқылдықпен көктем күндерінде не қажет? Осы рецепт сізге ұнайтын болса, лайк басыңыз, пікіріңізді жазыңыз және біздің арнамызға жазылыңыз.